Сәлем, мен Жайна Қамбарқызы. Бүгін бос емес уақыты жоқ қыздарға күшті лайфхак айтатын боламын. Уақыты жоқ бос емес адамдарға өзіне уход жасайтын керемет косметикалар. Құрбыңызға, жақындарыңызға сыйласаңыз болады. Бұл косметикаларды қорықпай қолдансаңыздар да болады. Үлкен қалалардың тұрғындары көбісі үлкен қарқынмен өмір сүреді. Сондықтан көптеген пайдалы процедураларына уақыт қалмауы мүмкін. Уақыты жоқ бос емес адамдарға арналған күшті бьюти косметикалар бар. Және оларды өзіңізге немесе жақыныңызға сыйлық ретінде алсаңыздар болады. Бірінші ол түнгі маска. Түнгі маска Корея фирмасының өнімі. Қолданудың екі тәсілі бар. Бұл масканы сывороткадан кейін, эмульсиядан кейін, эссенциядан кейін, кез келген түнгі уходтан кейін қолдансаңыздар да болады. Немесе бетіңізді тазартқаннан кейін жай ғана жағып қолдансаңыз болады. Екі жағдайда да бұл маска сіз ұйықтап жатқанда теріңізді сәбидей етеді. Және масканы 15-20 минут ұстаудың қажеті жоқ. Екінші, сухой шампунь. Демалуға, ұйықтауға уақыты жоқ қыздарға будильникті қойып кейде ұйықтап қаласыздар. Сондай кезде уақыт жоқ, бірақ шашыңыз лас болып тұр, жуу керек, әдемі болғыңыз келеді. Осындай жағдайда сухой шампунь көмекке келеді. Өзіңіздің шашыңызды тез қалыпқа келтіру үшін сухой шампунь керек болады. Оны шаштың түбіне шашып, тарақпен тараңыз. Және сухой шампунь объемды шаштың көлемін жақсы көретін қыздарға керек болады. Бұл шаштың түбіне көлем береді. Үшінші, кремовая помада. Өзіңіздің ерніңіздің түсіне жақын кремовая помада ерніңізге ғана емес, бетіңізге румяна ретінде қолдануға болады. Теріңізге аздап өнімді жағып, қолыңызбен саусақтарыңызбен орналастырып жақсаңыз болады. Бұл жерде өзіңіздің бетіңіздің қызаруына сәйкес келетін, өзіңіздің бетіңіздің түсіне жақын болатын реңді таңдау өте маңызды. Төртінші, көп функциялы палитра. Көз бояудың бірнеше түстерін қамтитын палитра. Румяна, хайлайтер. Бұл бос емес, уақыты жоқ қыздарға және де жиі саяхаттайтын қыздарға нағыз керемет палитра. Түстері үйлесімді таңдалған. Тағы да палитра көп орында алмайды. Және де бір жерге баратын кезде уақытыңызды үнемдейді. Видео пайдалы болса, подписка жасауды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта косметикаға қатысты, макияжға қатысты күшті секретный білімдермен бөлісетін боламын. Лайк басып, комментарий жазыңыз. Тағы да сізде қандай сұрағыңыз бар, комментарийға жазып кетсеңіз болады. Келесіде сол комментарийға жауап ретінде видео түсіретін боламын. Сау болыңыз.